Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз мобильді оқытудың артықшылықтары мен қиындықтары. Қазіргі ақпараттық қоғамда білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды қолдану ерекше маңызға ие. Соның ішінде мобильді құрылғыларды пайдалану арқылы білім алу, яғни мобильді оқыту кеңінен таралуда. Мобильді оқыту білім алушыларға кез келген уақытта және де кез келген жерде оқу мүмкіндік береді. Сондай-ақ оқу процесін икемді әрі қолжетімді етеді. Жалпы мобильді оқыту дегеніміз не? Мобильді оқыту, яғни mobile learning, бұл смартфон, планшет, ноутбук сияқты мобильді құрылғылар арқылы кез келген жерде және кез келген уақытта білім алу процесі. Бізде оқытуға арналған бірінші мобильді платформа түрлері бар. Соның бірі Google Classroom. Бұл платформада мұғалім мен оқушы арасында тапсырманы алмасуға арналған мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар мобильді қосымша арқылы тапсырманы кез келген жерде орындап жіберуге болады. Келесі платформа ол бізде Moodle. Бұл платформа бізге оқу материалдарын жүктеу, тест өткізу, бағалау сияқты мүмкіндіктерді береді. Және де студенттер сабақтың видео сабақтарын смартфон арқылы көре алады. Келесі платформа ол бізде Quiz. Бұл платформа арқылы біз интерактивті тест жасай аламыз. Және де кері байланыс ретінде немесе сабақты тексеру үшін әртүрлі тесттерді осы платформа арқылы өткізе аламыз. Келесі платформа ол бізде Elmoda. Бұл платформа мұғалім мен оқушы арасындағы коммуникация мен тапсырма алмасуға арналған әлеуметтік оқыту платформасы болып табылады. Мобильді қосымшасы бар, сондықтан кез келген жерде сабаққа қатыса беруге болады. Мысалы, мұғалім жаңа материалдарды жүктейді, ал оқушылар оны телефоннан оқып, сұрақтарын қоя алады. Келесі бізде мобильді қосымшалар, соның бірі бізде Duolingo. Duolingo тіл үйренуге арналған қосымшалар. Бұл қосымшада күн сайын шағын тапсырмалар арқылы жаңа сөздер мен грамматиканы үйренуге болады. Екінші мобильді қосымша ол бізде Quizlet, яғни сөздік, флеш-карта тест жасауға арналған платформаның бірі. Бұл жерде мысалы оқушы жаңа тақырыптағы терминдерді телефондағы флеш-карта арқылы қайталап үйрене алады. Келесі қосымша ол бізде Kahoot. Kahoot ойын түрінде тест өткізу қосымшасы. Мысалы, мұғалім сыныпта викторина өткізе алады, ал оқушылар мобильді телефон арқылы осы викторинаға жауап бере алады. Келесі қосымша ол бізде Billing App. Billing App бұл бізде тіл үйренуге арналған мобильді қосымша. Негізгі ерекшелігіне тоқталсам, бұл екі тіл бір уақытта, яғни екі тілде мәтінді қатар көрсетеді. Оқушылар өз тілімен үйреніп жүрген тілін бірдей көре алады. Сонымен қатар қолданушы өзінің деңгейіне қарай әртүрлі контенттер, яғни жаңалықтар, әңгімелер, классикалық әдебиеттер, ғылыми мәтіндер және тағы басқа материалдарды қолдана алады. Енді мобильді оқытудың артықшылықтарына тоқталатын болсақ, ол біріншісі қолжетімділік, яғни оқу материалдарын кез келген жерде, кез келген уақытта смартфон немесе планшет арқылы қарауға мүмкіндік береді. Келесі ол икемділік, яғни студент өзіне ыңғайлы уақытта сабақтарды көре алады. Сонымен қатар жеке оқыту, яғни мобильді оқытуда әр оқушы материалды өзі қарқынымен оқи алады. Яғни біреуге тез түсіну оңай болатын болса, ол жылдам өтеді, ал басқа оқушыға уақыт керек болса, бірнеше қайталап көре алатын мүмкіндігі бар. Және де мотивацияны артуы, яғни мобильді платформаларда ойын элементтері, балл жинау, деңгей өту деген сияқты функциялар болады. Бұл оқушылардың қызығушылықтарын арттырып, оқуға ынталандырады. Келесі ол интерактивтілік, яғни мобильді оқытуда бейне, аудио, тест, ойын сияқты интерактивті элементтер қолданылады. Бұл оқуды қызықты әрі түсінікті өтуіне себеп. Және де ақпаратқа тез қол жеткізу, яғни смартфон арқылы оқушы кез келген уақытта оқу материалдарын аша алады, және де интернет арқылы қажетті ақпаратты жылдам табуға мүмкіндіктері бар. Мысалы, оқушы сабаққа дайындалу үшін телефоннан бірден оқу материалын немесе видеоларын қарай алады. Келесі ол бізде кемшіліктері. Бірінші кемшілігі ол назардың бөлінуі, яғни телефонда әлеуметтік желілер, ойындар және басқа да қосымшалар бар. Сондықтан да оқушы оқу кезінде басқа нәрселерге алаңдап кетуі мүмкін. Екіншісі ол бізде интернетке тәуелділік.
яғни көптеген мобильді оқу платформалары интернет арқылы жұмыс жасайды, сондықтан да интернетке тәуелділік пайда болуы мүмкін. Үшінші, ол бізде денсаулыққа әсері, яғни смартфон экранына ұзақ қарау көздің шаршауына, бас ауруына және де ұйқының бұзылуына алып келуі мүмкін. Келесі бізде техникалық мәселелер және де барлық оқушыларда құрылғының болмауы, яғни кейде қосымшалар дұрыс істемеуі мүмкін және де бұл бізде оқу процесіне кедергі келтіреді. Сонымен қатар кейбір оқушыларда смартфон немесе тұрақты интернет болмай қалады. Бұл да білім алуда теңсіздік туғызады. Келесі оқушылар үшін пайдасына тоқталайық. Ол біріншісі жеке оқу траекториясын құру, оқыту процесін қызықты ету және де қиын тақырыптарды интерактивті түсіндіру сияқты пайдалары бар. Яғни видео, тест, ойын сияқты әртүрлі түрлендіріп сабақты өтуге болады. Келесі ол бізде мұғалімдер мен мектеп үшін пайдасы. Оның біріншісі оқу процесін бақылау және де бағалау жеңілдейді. Келесі тапсырма беру, тест өткізу және де нәтижені тез тексеру жеңілдейді. Сонымен қатар онлайн платформалар арқылы оқушылармен байланыс жасау оңай болады және де оқу материалдарын цифрлық түрде сақтап қайта қолдануға болады. Келесі статистика мен зерттеулерге тоқталатын болсақ, мобильді оқытуды қолдану деңгейі ЮНЕСКО мәліметі бойынша әлемдегі мектеп оқушыларының шамамен 60-70% мобильді құрылғылар арқылы білім алады екен. Сонымен қатар 2022 жылы Global Education Monitoring Report бойынша студенттердің 80% смартфон арқылы онлайн білім алғанын көрсеткен. Және де Duolingo қолданушыларының 34% тіл үйренуде жетістіктерін көргенін растайды. Бұл бізде зерттеулер нәтижесі бойынша және де мобильді оқыту студенттердің білімге қызығушылығын 30-40% арттырады. Жалпы қорытындылай келе мобильді оқыту білім процесін икемді, қолжетімді және де қызықты етеді. Ол оқушылардың жеке қабілеттерін дамытып, өз бетімен білім алу дағдысын қалыптастырады және де оқу мотивациясын арттырады. Интерактивті тапсырмалар мен ойын элементтері білімді меңгеруді жеңілдетеді, сабаққа белсенді қатысуға мүмкіндік береді және де дұрыс қолданылған мобильді қосымшалар нақты білім беру жүйесін жақсартып, заманауи білім беру процесінің маңызды құралы болып табылады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.